Че басталыр я? Чылах күннің ағылқарыстар, Хакасияның чаячылығызы күн сырырны ұлық сұлтарына чипалды. На 2001 жылының импорттағы тұвазылдың пусть республикадағы Хакас тілінің жылына чағылған 9 үрісті бастып шығыз. Им улухнызым тюрен тілім. Неме салбен тілбем бір тілім. Білгім, хаты өрлім, дейлім. Чоным арали сылин тілім. Галина Григорьевна Казачинованың тілеменің хайхазым, кебіліздің сестерінің, біз Хакас тілінің чылын асшабыз. Постың тілін ұлығылып, аның қос сөстерін көйдіріп, чаячылар турызы на кибір төстепші. Түйін күрген айының 14 күнін Хакас кибілізінің күні тип ады бұзырға бөгін түчебіз. Анағандар Россиядағы писательдерінің бірігізінің аралышызына кибілізіне Севдейтонға сөз мүшебіз. Біз бұлдың кегенім өкімес шоқтығызыға бұл шарлышқын күннің ұндайын арынуға 17 январь шызым. Моисей Романович Боиновтың тюрем күні. Оға Моисей Романович Инованың тюрем күніне жезі. Но предстиг болғаны шумнарды бүде илбік культураларды алғызы шүр түнді праздник күлі күзі, мұның алындағы тұқтарына беркізі. Бүде таңмылыр кізлерді санға алып сұрып сізге көрім ялзы. Қайсан күредір бұл кегерді цивилизациялардыны көрінге Европа жүнің алзы. Қайтық ең таңмылық күйіз кізлердің аттарығыз. Кізлер аймақ басқа кізлер дадерлер, ученыйлер тұпыр. Көрім ялзы дантыны прайзы піші. Ол шершінде ең бүйсік таңмылық кізі. Данты ол Италия шуының егібектердің кісі. Аның алдында кем болған дантының алды? Конечно, Вергилийді көз адерлер. Ол античность тұзынды латин тілін бүйсікке күйдір, аның шаяш мұндайларын шуныға жетірген. Аның сұрылары Адантының сонда кедеркі шуынарына кемнерін адерлер. Конечно, күлбізе адерлер, сақсы қадиді келілер Гетені. Гете ол немец культурасының егібектердің кісі. Антил культураларын алзы кем адел? Конечно, Шекспир, адерлер ходили Байрона адерлер. А Остердің кем? Остердің кем адерлер? Конечно, Пушкин. Пушкиннің артық үндейліңді шалтырымды кізі жоғы. Епідей пері келзіп, якынғы түстің амғы түсті алзыз, там мұндағы Сибир шумырдың артықтарын күйіп, шалтырымды символарды кем адерлер? Мен санапшым, Пістің Хакастырның арзы, конечно, Пістің Пар Николай Федорович Катанов, Анна Тамыловса, Лусан и целый литературный арзы, конечно, да Моисей Романович Боинов. Нуға Моисей Романович Боинов и нуға ұлпу адылғын кізлердің хости хринді тұрып күлегі немес хринді. Бұл сақ сөкімді жоқ, теперь сақчын. Например, нуға Данта, хади Данта в сандық неме, анын тамызы хади, немездің палылшы Данта. Данта ол Вергилийдің суында келкі античный цивилизацияның суында келген кізі шоқтан. Ну, ол түсті амны на юрепшкін тіл, Италия шоғының тілі, простонародный итальянский язык. Представь, ол тіл түстеншін античность ол латин тілінен жезі. Ол уже басқа тіл, Италия тілі, латин тілі емес, ол екі басқа уже біліміз. И Данта Анна Итов жүрсіндегі өзінің ол түсті балығылар, ценности орысты түшелерге Анна Итов, ол пасычы илбік байма. Ну, аны соны адып соғанарына божественный комедия. Немече Гёте, көрінер Гётен алзы ол пазух күрше кізні қылым, старыне Фауст алғызы. Фауст, ну, немече ол кізні істесе кізні қылығын қайды кізіге. Гёте ол Фауст постыры пазух ол типс христианство, кертінзі постыр, олардың этикіз, олардың эстетика постыры кізнің қылығын істес бия күрше кегер күшінің оңның старыне. Анан келше Пушкин. Пушкин предстиг бұл кіздерді санға ал көрпе, қайды бұлдар елбір тоқсы рецелыны. Конечно, ол поздың орыс шунының қайдеді ен шалтырыны
халықтарын алып, сүйізін алып, ол сүйізін алып, пүйіске күштінші сағараға. И Пушкинның үн сағызы, конечно, болған менде пісте, орысшоны, бұл кедергі тұстағы, кедергі культурлық шындарына бірде түйбін емесіз, аңар тұл пасе аймақ немелер, кебістігі роман пасе, нымықтар пасе, жанрлар, ол күлімзіріп, говорлядынды пасылғын, ең асты кебістігі пасе, барков пасе, нұғаланы ичаны немелерді, ал үстші орыс тілінің күзі аймақ пасқа шалтырымы. Енді ондай лексіпсті мәселе роман жайында fikirler, ол пасылғын кебістік роман. Кем білбенже ол роман, там солбанынды тоғазы. Нұға роман, хади білдірілгі роман, я. Объем садына көрсем өсімің азырлы зағыда. Қантың ұстығынды онға шағын, я. Нұға тігізі роман, мұнды роман, там солбанынды тоғазы. Бұл қантың ол роман емес, алтыңдың же пазылдың писаны презет, емес, но олар пасқылшылар. Аны істезеге ичкін кіздер, конечно, хырныр статьяларды, көйшіктіп шында бақтемін статьяларын хырдылығаны қандары басқыланы романын арая. И маси роман шымы толдыры мақтылы кізі тұрше как раз ары изері хости Данте, Гёте, Пушкин, Лин, олар хости тұшылар, кестінде немес. Бейлер сақчылар бұл қажынмен бұл сақсты шоқты пішсем, күштенше тағдырлы мүмкін мен тіржатеге керек, я қайды дағызым, давайте пішсеге қол мен немес кізлер, әңгізімдені. Мұнда аңды мотивация емес, мұнда итсылғын сақтарлары қостыры, шая шөкімні қостыры тені тұрғаны. Представьте, представьте, вот хакас тілінің пішкен кізлер, аны шекерпалық, толдырызын палышқын кізлер саны асқыны. Представьте, нам злы, вот проблема, я остров шоқты не раскрученный, а шаяшы хостыры, сафс хостыры, пілінс хостыры, прай, символары толдыры. Амкамия Моисей маш ардында алыстырба, Моисей. Моисей кемдір ол? Ол Библияны алды, ол ұханжыл кізінің символы, Моисей пророк болғанды. Ол ардында алыстырба. Ол тектен емес. Кем өнемелерге қайын салпейін жезе, кізі ады ұханжында таммылығы деймін. И кізі кейізі пұшықты скажы, ол қадет адым мүче. Алык адына алыстыршы, алык хадипілі, Митхас Турын. Бұл Александр Черпаков немес, бұл Митхас Турын. Александр Черпаков бұл паспорт. Митхас Турын бұл символ. Я аңар, қажын Моисей Романович алыстырбан символ. Көрмет Моисей байын ицылын. Нұға, ал көзін ұхан жыл шелек күр ады қостырбы, шоқты жын мен келдің қақас сүйізін күтішін ұхан жылыр сенінді шелі. Оланы кем секіп қырғын, я мақтап қазу қырқылген. Моисей Романович ол ұхан жыл өмірде кізі болды. Яғни сезіне керек. Конечно, ол біздің пророктар шілі, мұнымалды библейский пророктар шілі шоқты все жизнь, я един шақсы шоқтымар, мұнда білгінлер шоқ, мұнда символары басқан. Пушкина кем үркіне пророк анас кебілізін. Қырқынген Лермонтовтың пророк кенген. И Моисей Романович сақедек тұл дырызын түстінші ол этикаға. Ол харинді пашқын кізі пұзының оңдайын тұл дырызын білінген кізі Моисей Романович. Мен қажан анаға кен түрі бастыры шоқты шыққан, мен технический сұры болған. Моисей Романович сілер жа, Ломоносов синін дейт сылдызыр ол кебістің реформасын жүзі. Ол жоқ қайты Ломоносов синін дағет әбде, но сыңғыр ол білінген, білген, неткен, ол кебістің синіне и түгіне түзіп, оланы қадекеге қараларды Пушкинаға дұзжым, оланы кендізі подушка қандай шатшам. Конечно, Моисей Романович оланды күз белгізі. Вот ана шоқтегі сағыз, мен күн и сақчым пазы бір қозы сағыз. Кебіс немеді бұл? Кебіс кізінің ең күз ұмдайы. Вот талызыңар, талыз оңары я, кебістің артық кізе пазы қайға ұмдай перізді. Нұға кізе ол тілі немі, сүйістік немі я. Сүйістердің аймағын алзы кебістің артық ұмдай жоқ. Аңар тәпес примерно танымалы жүз түшер. Я кебес найбашқын кізлер, бұлдар ең бүйсік статусты кізлер, ең бүйсік статусты түшер. Там мұндыршын көтіші Геннадий Владимирович, я и кебес найбашқын кізі, ол түче, ол статусты. Ол статустың қостырып пашқын кізі. Янды кізлер тұстажында ұлғыры едеріз. Вот, там еще кезарым, мамыз қызым. Ең бастағы, Хакас кебілізінің күнін біз Геннадий Кичеевтіңіна чын қызына ашамыз. Геннадий Кичеев Хакас ширының сабылық кебіліз жазыя. Тазы тюрен үскен ол
Сілік қайқастық даланырға пай түйшерінді. Геннадий Владимировичтің алтын чазыны танықтық, чаячылы тұрызы чаны сөстерді на чиндіні сығары қысқан. На чиндіға чарықы сықпан рубаилар база икіліктір кіші. Геннадий Кичеев алты кімді шарқы сығарған. Чаным сүстері шеттенже. Ұшта шеттенже кемеді болша. Шөктерге керек чаяшы тоқыстары сықанар ақ пасқал, хан тигр, аның да пасқы альманақтырды сықтырғыныр чарқа. Че анаңандары Геннадий Владимирович сіздерге сөз бершіңіз. Ну, почему-то схватывает. Немецкая, она говорит, первое. Не знаю, чем хотел интернет, мимо сагаши. Она говорит, мне сагаши, востагысын, алгыс үстерімне жеткілерді. Востагысын, Хакас республиканың культура министерствосын, біздің чаяшыларға, кенділер сқарбаларға ондай бершеттің үшін. Алғыз Хакас книга издательствоның брай туған жыларына. Алғыз Нина Антоновна Талашова, алғыз Зоя Ивановна Султвекова, алғыз Людмила Георгиевна Топоева, алғыз менің редакторым Кристина Владимировна Кишеева, алғыз Брай Чаяшы тұраның 9 жыларына, алын жалғыз шетіргі саңчының Чаяшы тұраның директоры Надежда Ивановна Бурнакова. Оқуған болса, учим-то сықта-сықта. Ол қайдан-то оңдай тапшы, сура сапаларға министерстводан ақыршы. Білмейм, И бұл книга сықпыр. Жаның сүстері мұнда книгаларынан жоқ тұзай. Кек барған 300 сазғы рубайы. Иқырға чағын екілік. Бұдейін мен сақчым ол Хакас омалық. Ноға дағар. Жазылғынның бұдей. Үстінде үстін Хакас орнаменте брать лицо. Бас полгана страница. И киберстерном, Хакас киберстерном. Брать куле Хакас умала. Новеллер мен жоқтысы. Еще сазы. Қажын бастан. Ну, 90-чылар баста шыққанса. Бастағы Рубалиен бас. Ноға басқан. Кізірші дихтарына біте тұрған жылы басықпен же. Қажын тұмында барғанда. Книга магазинзе берген. Үшем лирика персидской поэзии. Асусхан Ущен, Самалит как поэта. Рудзаки, Ибн Сина, Хафиз, Саади, Амар Хаям, Джамиль, Руми, Астан басқа. Бірді хыңғырған. Аның адам менің сақ үстіге. Рубайыр басқерді. Аның пас басқан. Ал тұстарда Хакас шері болған бар. Хакас шерінде өзі сықпарт тұрған. Но түші болғанда, ұшын басылы үндесік шеті салған. Филиптер деген адам Ташкент. Астыран Филипп Бурнак. Ол қашан біздің жердің барыбыз Ташкентте Антар Чухтан и Совет Союзының писатель біргізіне андық кірді алған романды. Ол үндесіп бастырмаға. Ол қашан біздің
ақтасқан шоу журналда альманах атты. Немелер сығарған қақастын тілбесті поэтінде тілбесті қақастынан сығарған. Анын ол анды жүктері асаутырнаға қайти. Но в общем, күзге ағача ұсақ білтіп барған. Қайти анту бұрынғы жанрның қақас оңағасы бастық. Бұл тұстан сығары мен Рубайлер бастан. Бүгіренген келбісін, күні жоқ бүчен. Нема Амар Хаямын, кебілістер қайти бұл бастықтың. Байт қиылсышы басқы қылышты. Қайты ғипейді, қайты теңнәстері аңды, қайты митағы, қайты ритм, байт күштеді. Олардан өлеңірге чайы, байт мұңдырынға чайыр. А вот шоқтасы Рубайлердің ері. Но Рубайы сөз, ол қайтын ше, ол законченный мысль. Қағастың жоқсы, шекес шоқтырсқан сақс Рубайы. Но бүдісінің ері жоқты біз, но дейді. Аз ам немесіға ұстым. И Рубайлердің ері баса, мен сағыт чем неме. Бұл нұғати бастағы қақас поэзиясындағы официальный сғарығы бастағы Рубайы чендізі болар. Ақачын түрпес тағызон жылырдан қалған езінде Сибдей томнан қаты Рубайлер қол айесінше Рубайлер сғарығыз. Аны Сибдей том сғарығыз. Ол деймін. Ол поздний сғарғызған Рубайлер. И менен сғарғаны